Саламатсыздар ма, 5-ші сыныптың оқушылары? Сабағымыздың тақырыбы проценті бойынша санды табу. Оқулықтағы 1160-ші есептің шығарылуы. Енді 15% 60-ға тең сан мен 60% 15-ке тең санды салыстыруымыз керек. Біріншісін қарастырайық. Бірінші 15% 60-қа тең санды табу үшін 60-ты бөлеміз 15 бөлінген 100-ге. Сонда 60 көбейтілген кер санын көбейтем. 15-тен 100, 60 пен 15-ті қысқартсам, мұнда 1, мұнда 4 қалады, сонда 400-ге тең болады. Келесі екінші 60%-ті 15-ке тең санды табу үшін оны сондай 15-ті бөлем 100-ден 60-қа. 15-ті көбейтем, кер санын 60-тан 100. 60 пен 15-ті қысқартсам, мұнда 5, мұнда 4, 100-ді 4-ке бөлсем 25 болады. Сонда 400 бен 25 салыстырамызда 400 үлкен болады. Келесі екінші 20% 16-ға тең санды табу керек, яғни 16-ны бөлем 100-ден 20-ға. Сонда 16-ны көбейтем, 20-дан 100-ге. 100-ді 20-ға бөлсем 5 қалады, сонда 16-ны 5-ке бөлсем 80 болады. Келесі 16% 20-ға тең санды табу үшін 20-ны бөлем 100-ден 16-ға. Сонда 20-ны көбейтем, 16-дан 100-ге. Екеуін 4-ке қысқартсам, мұнда 5, мұнда 4, сонда 500-ді 4-ке бөлсем 125 болады. 80 мен 125 салыстырсам 125 үлкен болады. Енді осы есептің қалған 3-ші, 4-шісін өз беттеріңмен шығарып көріңдер. Ары қарай 1161-ші есеп. Берілген проценті бойынша санды тап дейді. Енді мына жерде 5% 12-нің 40%-іне тең. Бірінші 12-нің 40%-ін табам. 12-нің 40%-ін табу үшін 12-ні 100-ден 40-қа көбейтем. Санның процентін табу тақырыбы бойынша нөлдерін қысқартып тастаймын. Сонда мына 12-ні 4-ке көбейтсем 48, 48-ді 10-ға бөлсем 4,8. Енді 5% 4,8-ге тең санды табуымыз керек. Ол үшін 4,8-ді бөлем 100-ден 5-ке тең болады. 4,8-ді көбейтем 5-тен 100-ге деп жазайын. 100-ді 5-ті қысқартып жіберсем 20 қалады. Сонда 4,8-ді 20-ға көбейтсем 96-ға тең болады екен. Сонда жауап 96 болады екен. Келесі екінші 75% 80-нің 30%-іне тең. Ойса 80-нің 30%-ін табалым. Көбейту арасы. Нөлдерін қысқартып тастасам 24-ке тең болады. Келесі 75% 24-ке тең санды табу үшін 24-ті бөлем 100-ден 75-ке. 24-ті көбейтем 75-тен 100-ге. Екеуін 25-ке қысқартып жіберіп болсам, мұнда 4 қалады, мұнда 3 қалады. Келесі мына қысқарады. 8, 4, 8, 32 болады. Сонда жауап 32-ке тең болады екен. Олайса осыған қарап қалған осы есептің 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-шысы өз беттерімен шығарып көріңдер. Қызанақтың тамыз айындағы бағасы қазан айынан 25%-ке қымбаттады. Ал оның соңғы бағасы қараша айында тағы да 40%-ке қымбаттап 140 теңге болды. Қызанақтың тамыз айындағы бағасы неше теңге дейді. Тамыз айындағы бағасы, тамыз айындағы бағасы бізге белгісіз, е? Тамыз айындағы бағасын X деп белгілейтін болсақ, қазан айында 25%-ке қымбаттады. Мына баға X 25%-ін табу болса, X-ті көбейтем 100-ден 25-ке болды дегеніміз 0,25x болады. Қымбаттаса, онда қосылады алдыңғы бағаға. Сонда қазан айындағы бағасын табу үшін алдыңғы тамыз айындағы баға X-қа 25%-ін қосам 0,25x. Сонда 1,125x болады. Бізден тамыздағы бағасы, қазандағы бағасы. Ал оның соңғы бағасы, енді бізде соңғы бағасы мынау. Қараша айында тағы да 40%-ке қымбаттады, яғни 1,125-тің X-тің 40%-ін табам. Яғни 1,125x-ті көбейтем 0,04-ке.
0,5x болады. Қараша айындағы бағасы сонда. Соңғы бағасы қараша айында тағы да 40% қымбаттады. Бізде соңғы бағасы 1,25x. Мынау 40% қымбаттады десе қосам. Сонда шығады менде 1,75x болады. Қымбаттап 140 теңге болды десе 1,75x-ті 140-қа теңестіремін. Аға x тау үшін 140-ты бөлем 1,75-ке. Сонда x-тің мәні бізде шығады 80 болады екен. Сонда тамыз айындағы бағасы бізде 80 теңге екен бұл тамыз айындағы бағасы.